Таным бағдарламасының жаңа шығарылымы мүмкіндігі шектеулі балалардың кәсіптік білім алуы тақырыбында болмақ. Тақырып аясында заңгер, филология ғылымының кандидаты, доцент, орталықтың аға ғылыми қызметкері Сисенова Алмагүл Дәулетқазиевнадан сұхбат алдық. Қайырлы күн. Қазіргі таңда біздің елімізде мүмкіндіктері шектеулі балаларға кәсіби бағдарлау, кәсіби еңбекке баулу, кәсіби еңбекке дайындау мәселелері өзектілердің бірі болуда. Арнайы және инклюзивті білім беру дамытудың ұлттық ғылыми практикалық орталығы негізінде зиятында бұзылыстары бар балаларға арналған мектептердің оқушылары, білім алушыларының кәсіби бағдарланып ары қарай еңбекке даярлығына қатысты үлкен жоба жүзеге асырылуда. Оның негізінде біздің арнайы мектептердің колледж құрылымы құрамында ашылып, ары қарайғы жұмысын жүзеге асыруға қатысты жобамызды жүзеге асырып отырмыз. Ал енді қазіргі таңда біздің еңбек пәні мұғалімдеріне ерекше назар аударып отырмыз. Сол кісілер біздің балалардың кәсіби бағдарланып, еңбекке дайындала отыра қоғам өміріне араласуына байланысты өз жұмыстарын нәтижелі жүргізу үшін курстарды ұйымдастырып, түрлі сауалнамаларды жүзеге асырып, және де әрине қазіргі таңда техникалық кәсіби білім беру ұйымдарымен де тығыз байланыстамыз. Өзінің қалыпты жағдайдағы ортасында ары қарай кәсіби еңбекке дайындығын жүзеге асыра алатындай болсақ, жайлы ортада мамандығын игере отыра, қазір бұндай жоба бойынша бірнеше бізде мекемеміз бар. Олар жұмыстарын бастап кетті. Орал қаласындағы арнайы мектеп колледжіміз, Сайрам қаласында биыл жұмысын бастауда. Және де басқа да өңірлердегі мектептердің негізінде сол жұмысты жүзеге асыратындай біздің мамандар мен мекемелер бар. Енді ісімізге сәттілік тілейміз, осы бағытта жұмысымыз нәтижелі болуын қалаймыз. Колледжде кәсіптік білім беру жүйесі қалай жүзеге асырып жатқанын білу үшін Алматы технология және флористика колледжіне барып қайттық. Балалар колледжде тігінші және флорист мамандығы бойынша аяқтап, маман иесі атана алады. Колледж студенттері мен педагогтары да сұхбат берді. Я Жібек Нұржанқызы, я мастер производственного обучения, специальность портной. Я преподаю практические занятия, также спецпредметы, такие как материаловедение, технологии пошивных изделий, технологии ручных работ, оборудование. На первом курсе у нас проводится производственное обучение. Это наши студенты находятся в наших швейных мастерских, учатся шить на швейных машинках. На втором курсе они уже направляются на профессиональную практику к нашим партнерам на производство. После окончания колледжа они получают диплом о среднем образовании по квалификации портной. Потому что я очень люблю шить, работать и все в таком духе. Особенно я люблю вышивать различные вещи. Я много раз пришивала пуговицы, мне это очень нравится. И я незадолго не думая решила выбрать именно для себя такую профессию, потому что она мне более нравится и все вот так. Бұл мамандық менің өзіме қатты ұнады. Тігу барысы, машинаға отыру, және сәнді киімдерді тігу, соның бөлшектерін құрау маған ұнайтын. Сондықтан осы мамандықты таңдадым. Балалар тігін ісімен айналысып, жылыжайда өсімдік өсіруге үйренеді. Осы өндірістік тәжірибеде мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған арнайы жағдайлар толыққанды жасалған. Біз осындай бөлме өсімдіктерін бөліп, көбейтіп, осындай әдемі жаңағы қауашақтарына отырғызамыз. Және де әртүрлі көрмелерде, мерекелік шараларда шығарып көрсетеміз. Колледж және Алматы білім басқармасы ұйымдастырған республикалық инклюзивті фестиваліне біздің орталықта қатысты. Мамандар кәсіптік білім беру жұмысы туралы айтып, өз тәжірибелерімен бөлісті.
Болашақта маман иесі атану үшін мүмкіндігі шектеулі балаларға қолдау көрсетіліп, жағдайлар жасалуда. Бұл сюжет ата-аналарға орын таптырмас керек ақпарат болып табылады. Елімізде кәсіптік білім беру жүйесін қарқынды дамыту үшін мектеп-колледж жобасы және түрлі шаралар ұйымдастырылып, үлкен жұмыстар жасалып жатыр.